Шет елге саяхаттау ол бір 10-20 кітап оқығаннан абзалырақ. Өйткені біз 5 күн немесе 10 күн шет елде жүрген кезде бір күннің өзінде бір 2-3 кітаптың контентіне тең біз мәлімет, ақпарат, білім аламыз. Өйткені жаңа жерлер, жаңа адамдар, жаңа мәдениет, жаңа тамақ, жаңа иіс біздің бүкіл мына 6-7 сезіміміздің барлығын оятады. Кітапта біз белгілі бір деңгейде визуализация жасап қана сезінсек, ал басқа қалаға, басқа елге барғанда біздің көкжиегіміз өте жоғары деңгейде кеңейеді. Сондықтан міндетті түрде саяхат жасаңыздар. Саяхаттаңыздар, достар. Қазақта бір сөз бар: ауылдан шықпағанның ақылы ауласынан аспайды деп. Бұрын соңды болмаған бір мемлекетте болсаңыз, бір университет бітіргенмен тең боласыз. Ой өрісіңіз кеңейеді, автоматически табысыңыз артып бастайды, нетворкинг құрасыз. Кейбір жағдайда бірақ сұрақ туындайды: неге бізде осылай емес деп. Және кейбір жерде сұрақ туады, шүкіршілік етіп бастайсың. Құранда Аллах Тағала Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтқан: "Муминдеріңе айт, ел араласын, жер көрсін" деп. Осындай Алланың керемет жаратылыстарын өз көзіңізбен көріп, сезінген не жетсін?